Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге небәрі 4%-бен берілетін жеңілдетілген несие туралы айтқым келеді. Бұл несие негізі көп балаларға, аз қамтылған отбасыларға, жұмыссыздарға және ИПС-ін енді ашып жаңа кәсіп бастайын деп жатқан адамдарға өте тиімді. Сондықтан сондай адамдар болса жіберіп қойыңыздар. Енді бізде 4%-бен несие беріледі. Бұл несиенің атауы іскер деп аталады. Яғни бізде бұл іскер бағдарламасы. Бұл бағдарламаның негізгі ставкасы 6%-ны құрайды. Бірақ егер сіз аз қамтылған отбасыға немесе көп балалы отбасыға жазсаңыз, сіздің ставкаңыз небәрі 4%-ны құрайды. Максималды сома ауыл тұрғындары үшін 6 миллион теңге, қала тұрғындары үшін 16 миллион теңге, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау қалалары үшін 20 миллион теңгені құрайды. Енді бұл бағдарлама мал шаруашылығына да беріледі. Ондағы сома 5 миллион теңге, бірақ сроғы көп, яғни 7 жылға беріледі. Мал шаруашылығына 84 айға беріледі. Негізгі мерзімі 5 жыл, яғни 60 айды құрайды. Сонымен қоса, бұл бағдарлама бойынша сіздер мерзімнің 3/1 бөлігін каникулға ала аласыздар. Ал енді мұнда ең қызығы төлем. Әдетте біз несие алғанда ай сайын төлейміз ғой, ал бұл бағдарламада исключение бар. Кредит алсаңыз, сіз оны ай сайын төлеуіңізге болады, 90 сайын, яғни 3 ай сайын, немесе жыл сайын төлеуіңізге болады. Мысалы, 6 миллион теңге алатын болса, 4%-бен, онда сіздер айына 120 мың теңге төлейсіздер. Немесе 90 сайын, әр 3 ай сайын 360 мың теңге төлейсіздер. Ал жылына бір рет қана төлейтін болсаңыздар, онда жылына бір рет қана 1 миллион 440 мың теңгені төлейсіздер. Бұл негізі жобалап алынған, арасында 1-2 мың теңге жаңағы минус плюс болса, назар аудармаңыздар. Егер мысалы тура осылай 6 миллион теңгені 6%-бен алатын болсаңыздар, яғни жай адамдар, әлеуметтік категориясы жоқ адамдар 6%-бен алады бұны. 6%-бен алатын болсаңыздар, онда 6 миллион теңге ай сайын 130 мың теңге төлейсіздер, 90 сайын 390 мың теңге төлейсіздер, және жылына бір рет төлесеңіздер 1 миллион 560 мың теңге төлейсіздер. Ал енді шарттары, сіз міндетті түрде жұмыссыз болуыңыз керек, және немесе ИП-ңыз, немесе жаңадан ашылған ИП-ңыз болуы қажет. Енді бұл несиені алу үшін сіздерге кепіл қажет. Кепіл ретінде үй, пәтер, немесе жеңіл машинаны да қоюға болады. Оның бәріне бағалау акты, яғни акт оценки жасалынады, содан кейін барып қабылданады. Енді бұл бағдарламаға қатысу үшін сіздерге компьютер болса негізі жеткілікті, себебі заявка онлайн қабылданады. Заявканы қабылдайтын сайт агробизнес, agrokredit.kz сайтына кірсеңіздер, сізде іскер бағдарламасы ашылады. Сол жерде онлайн заявка қалдыруларыңызға әбден болады. Agrokredit.kz сайты мінекей осындай. Мысалы, заявка беріп көрсек, ол үшін тіркелу дегенді басамыз. SMS-кодпен немесе ECP-мен тіркелуге болады. Бір рет тіркеліп аламыз, ECP-ны таңдап. Кейін мына жерге телефон номермен құпия сөз жазамыз. Сосын қайтадан кіреміз. Мінекей мынаның бәрін толтырасыздар. Кодты жазып, тағы да кіреміз. Мысалы, мына жерде мал шаруашылығын таңдайтын болса, галочканы қойып, SMS-кодты жібереміз. БМГ жоқ болса, сіздерге ЕГОВ-қа сілтеме жібереді, сол ЕГОВ арқылы БМГ-ны тіркеп алуларыңызға болады. Меншік иесінің, яғни мына жерде кепіл иесінің үйін жазасыздар. Содан кейін мына жерде мүлікті таңдайсыздар. Кейін қанша бас мал керектігін бәрін осы жерге толтырып жазасыздар. Одан кейін мына жерде несиенің суммасы және қанша жылға берілген немесе мерзімін таңдауға болады. Ары қарай. Содан кейін сізде осылай загрузка шарт, яғни агрокредитный корпорацияға кетті. Осында одобрение алғаннан кейін агрокредитный корпорацияға құжаттарыңызды алып барасыз. Болды. Ал енді бұл бағдарлама бойынша тағы да сұрақтарыңыз болса, негізгі қандай адреске, қайда барамын, қайда звондаймын деп сұрасаңыздар, онда қазір сізде де экранда әрбір филиалдың, облыстағы филиалдардан адрестері және телефон номерлері шығады. Соны скриндеп алып, сосын хабарласыңыздар.
Ал енді басты сұрақ, басталатын мерзімі. Әдетте бұл бағдарлама жылдың басында басталады. Бұл бағдарлама басталған кезде мен міндетті түрде өзімнің Instagram және YouTube каналымда айтатын боламын. Ал енді видео ұнаса лайк, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.